Хей, барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Мико. Достар, бүгін ешқандай видео болмайды. Бүгін сіздерге серьезный разговор болады. Достар, короче, мынандай разговор. Мен уже Майнкрафт тұрып жалығып кеттім. Мен басқа да форматта видеоларды түсіргім келеді. Мысалға, басқа ойындарды түсіргім келеді. Туториалдар, YouTube туралы сондай туториалдарды түсіргім келеді. Мен просто Майнкрафтты тек қана YouTubeқа видео түсіру үшін ғана ойнаймын. А так негізі мен басқа да ойындарды ойнаймын да. Сіздерге қалай басқа ойындарды түсірсем, басқа туториалдар түсірсем, сіздерге қалай ойнаймын. Мысалға, қандай ойындар десеңдер, Brawl Stars, Hide Online, сәлем көрші, Standoff, осындай форматта ойындар. А туториалдар дегеніміз, мысалға, қалай YouTube'да дамуға болады, қалай монтаждайды, қалай превью жасайды, қалай аба мен шапка жасайды. Осындай форматта видеоларды түсірсем қалай қарайсыздар? Достар, бірақ сіздер ойламаңыздар, мен енді Майнкрафт тастаймын, не түсірмеймін деп. Мен Майнкрафт түсіремін, бірақ кейде шығып тұрады. Себебі мен басқа да ойындарды ойнап, сіздерге түсіргім келеді. Мысалға, кейбір адамдар Майнкрафтты ойнамайды, басқа да Brawl Stars, Standoff деген ойындарға қызғады. Содан кейін олар сол туралы видеолар көргісі келеді. Сондықтан мен сондай видео түсіргім келіп тұр. Туториалдарға келетін болсақ, мысалға, кейбір қазақтар орыс ютуберлердің туториалдарын түсінбейді. Сосын мен оны қазақшаға аударсам, оны адамдар көріп, маған рахмет айтады. Оның өзі кәдімгідей көмек емес пе, достар? Сіздер менің осы ойыммен қалай келісесіздер ме, соны комментарийға міндетті түрде жазыңыздар. Және де болашақта мен қандай ойынға Let's Play түсірейін, және сіздер YouTube туралы не білмейсіздер, соны комментарийға міндетті түрде жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап берсем, міндетті түрде соған туториал түсіремін. Және де жазыңыздар, қандай ойын, сіздер қандай ойын ойнайсыздар, сол ойынды мен түсіремін. Жаңағыда айтып кеткенім, сәлем көрші, Free Fire, Brawl Stars, Standoff, осындай ойындар. Жазыңыздар комментарийға міндетті түрде. Стоп, тоқтаңдар, не өкіп кетті мынау? Мынау өлең, что-то нефтеуін болып отыр. Алып тастайық, не үшін қосылып тұр вообще? Мынау енді нормально өлең. Короче, достар, осындай жаңалықтар менде болып жатыр. Жаңағы айтып кеткеніне қандай видео, қандай Let's Play, қандай туториал түсірейін, комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Мико. Аман, сау болыңыздар.